Саламатсыздар ма, құрметті кентаулықтар? Сіздерге өте керемет жақсы жаңалық айтқымыз келіп тұр. Біздің қаламыздың дәл орталығында Сейфуллин 98-ші үйдің 4-ші қабатында 55-ші пәтер сатылымға шығып жатыр. Темір есік жақында қойған. Ал енді біз қазір пәтер ішімен танысатын боламыз. Міне пәтердің іші, мінекей, үйдің ішіне домофон бар. Міне яғни үй домофонға қосылған подъезд. Есік алдын көрсеңіздер, үй тап-таза. Мен жаңа үйді бір аралап көріп шықтым. Аурасы да жақсы. Үйдің ремонты да жақсы. Негізі үйді сатып жатқандар адамдар тұрғыда осы жерде бұрыннан тұрып кеткен адамдар, бір алып сатып жүрген адамдар емес. Сондықтан үйдің қалған бөлмелерін танысайық. Прихожка, бір жақсы жаңалық тағы да, үйдегі барлық зат қалады. Ешнәрсе алып кетпейді. Аристон, шкаф, шифонер бәрін тастап береді. Ал мына бөлмеге кірейік. Ал бұл енді спальный бөлме. Спальный бөлме қараңыздар, кең, обой жапсырылған, ремонты өте жақсы. Мынандай шкафы бар. Осындай шкаф жасату үшін бездер біраз ақша керек. Қазір мебельшіктерге барсаңыздар, бұл нағыз көрпе, киім, жастықтарды салып қоятын шкаф. Нағыз көп балалы отбасылар ойлап қызықтырады осындай. Мынандай балдарға сабақ оқитын сияқты стол, бұл қалады бұлда. Сосын мына вешалкада қалады. Мына терезенің барлығы пластик, тюль. Енді бөлмеде не бар, айтады, үйде не бар, бәрі қалатын бөлме. Үйдің ремонты өте жақсы. Үйдің атмосферасы да жақсы. Келесі, бұл бізде уже зал. Зал да жақсы. Сосын бұл үйдің көршілері де жақсы. Ішіп, мазаңызды ешкім алмайды. Үйде мына телевизор қалады. Телевизор қалады үйде. Кіріп көрсетсеңіз болады. Үйдің ремонты өте жақсы екен. Өте жақсы екен. Мына кілемде қалады, жерде жатқан люстра. Мынау жаңадан қойған кондер. Осы да қалады. Үйдің бағасын қазір соңында айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Есіктердің бәрі ауыстырылған. Жақсы, қымбат есік. Барлық үйдің есіктері. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Қымбат есіктер. Барлығы жақсы, өте жақсы есіктер қойылған. Туалет, ваннаның да есіктері ауыстырылған. Үйдің бәрі свежий обой. Сосын кухня, нағыз әйел адамдардың, біздің келіншектеріміздің, апайларымыздың көп уақытын өткізетін бөлме, бұл ас бөлмесі. Ас бөлмесінен жаңа стиралка қалады. Алып кетпейді. Сосын шкаф, кухня қалады. Бұл үйдің адамдар өте бір кең пейілді адамдар екен. Ешнәрсе алып кетпейміз. Бәрі қалады. Кухня, стол. Мынаған дейін, шайнекке дейін, пиалаға дейін қалдырып кетеміз дейді. Кәмпитке дейін. Сондықтан осы үйді келіп көріңіздер. Жақсы, бәрі шкаф. Енді көріп тұр, бұл кісілер айтып отырмын ғой, үй салынғаннан бері тұрып жатқан осы үйде. Балкон кеңейтілген, лоджия кеңейтілген. Осы жақта да шай ішсеңіздер болады. Барлығы пластик терезе. Үйдің отоплениясы мынандай керемет, қайнап тұрады үй қысты күні. Өте жақсы үй. Газ плита. Үй айтпақшы айтатын кетеді, жаңа айтып өтті үйдің иелері. Үй газға қосылған. Счетчигі бар. Яғни бұл үйге газ кіргізуде қазір проблема ғой. Бәленбай ақша төлейсіздер. Ал бұл үйде уже газ да бар, су да бар, жарық та бар. Қаланың дәл орталығында Сейфуллин 98 қайда десеңіздер, тура біздің базар жақта. Мына жақта Алмас кафе бар, Хан Сити. Сосын мына бетте жаңағы колледж бар, 14-ші мектеп, балабақша. Енді Сейфуллин көшесінің бойында дәу көшеше Хантаға шығып кететін, базарға шығатын. Қаламыздың дәл орталығы, мына видеоны көріп отырғанша, лучше келіп үйді көріңіздер. Ванна бөлмесіндеміз, міне Аристон қалады, кафелденген. Мінекей, бәрі жаңа раковина, көріп тұрсың, маркасымен бірге тұр. Айна барлығы қалады. Батареяларды ауыстырылған, көрініп тұр, турбаларды. Күшті, керемет. Бұл әжетхана бөлмесі, көрдіңіздер, әжетханада кафелденген, унитазы ауыстырылған. Сонымен үйдің бағасы Сейфуллин 98, 55-ші пәтер, 4-ші қабаттағы үйдің бағасы 10 миллион теңге деп отыр. Бірақ егер алатын болсаңыздар, келісуге болады. Енді ойлаңыздар, үйде бәрі қалады, үй дайын үй. Бір теңге ақша салмайсыз мына үйге. Келесіз де тұра беретін өте керемет үй. Көршілері де жақсы.